Қалайсыздар? Біз физиканың барлық тақырыбына ұбт-да келген есептерден есеп шығарып мысал көрсететін боламыз. Енді мына есепті қарастырайық. Мына есепке қарасақ бір түрі қорқынышты болып тұрады, бірақ бұл есепті шығара салу үшін S тең V көбейтілген T деген формуланы білсек жеткілікті. Осы формуланы қолданып мына есепті шығарып жасай саламыз. Енді не дейді есепте? Төменде дене жылдамдығының уақытқа тәуелділік графигі көрсетілген дейді. Яғни дене жылдамдығы уақытқа байланысты өзгеріп тұр. Сол тәуелділікті көрсететін график берілген. Денеміздің қозғалыс жылдамдығы 0 мен 30 аралығында өзгеріп отырған. Ал қозғалысымыз 8 секундқа созылған екен. Енді бізге нұсқаларда әртүрлі аралықтар беріп қойған. Қай уақыт аралығында денеміз көп жол жүрді, соны тап дейді. Енді тауып бастайық. Біз А нұсқасында 0 мен 2 секунд аралығы дейді. 0 мен 2-нің аралығында қанша жол жүргенін табу үшін S тең V көбейтілген T формуланы қолдана саламыз. 0 мен 2-нің арасында жылдамдығымыз тұрақты емес. Уақыт өтуіне қарай бұның жылдамдығы ақырындап өсіп отырған. Яғни 0-ден 10-ға дейін өскен. Енді біз ештеңеге басымызды ауыртпай-ақ, бұл тұрақты 10 мен қозғалды деп қарастыра салайық. Әрине бұл мына астындағы графикке қарағанда жолды көп жүріп кетеді. Біз 10 деп ала салатын болсақ өзгертпей. Соның өзінде ол қанша жол жүреді екен? Яғни 10 мен 2 секунд қозғалатын болса, 20 метр ғана жүреді екен жол. Ал енді екінші нұсқамызды қарайық. 7 мен 8 секунд аралығы дейді. Яғни 7 мен 8 секунд аралығында қанша жол жүрді? Бұның жылдамдығы бұл жерде жылдамдығы азайып отырған уақытқа байланысты. 5 метр секунд жылдамдықтан 0-ге түскен. Яғни орташа бір тұрақты жүрген жылдамдығы 2,5 метр секунд. Сонда S тең 2,5 метр секунд көбейтеміз 1 секундқа. Сонда 2,5 метр ғана жүрген екен. Яғни екінші нұсқамыз ол бірден сызып тастай салуға болады. Себебі ол 20-дан аз. Ал енді үшінші нұсқамызды қарайық. 2 мен 4 секунд аралығы дейді. 2 мен 4 секунд аралығы. Бұл жерде қозғалыс енді 2 секундқа созылған. Ал жылдамдығы 10-нан 30-ға дейін өзгерген. Яғни 2 секундтың ішінде 10 мен кетіп бара жатқан дене 30 жылдамдыққа шыққан. Енді орташа жылдамдығы бұның 20 метр секунд. 20 метр секунд жылдамдық болады. Енді біз бұның қанша жол жүрген табайық. 20 метр секунд көбейтеміз 2 секундқа 40 метр жол жүрген. Онда біз бірінші нұсқамызды бірден сызып тастасақ болады. Себебі 40-тан ол аз болып тұр. Ал енді төртінші нұсқамызды қарастырайық. 4 пен 5 секунд аралығы дейді. 4 пен 5 секунд аралығы қозғалыс 1 секундқа ғана созылған. Яғни 30 метр секунд жылдамдықпен жүрген. 30 метр секунд жылдамдықпен 1 секунд жүрсе 30 метр ғана жүреді. Яғни бұл төртінші нұсқаны да сызып тастауға болады, себебі 40-тан аз. Енді бесінші нұсқамыз 5 пен 6 секунд аралығы дейді. 5 пен 6 секунд аралығы бұл жерде де қозғалыс 1 секундқа созылған. Жылдамдығы 30-дан 10-ға түскен. Бұл жерде қозғалыс орташа жылдамдығы 20 метр секунд. 20 метр секунд жылдамдықпен 1 секунд қозғалса ол 20 метр ғана жүреді. Яғни бұл да 40-тан аз. Сонда бұл нұсқаны да сызып тастаймыз. Сонда дұрыс жауабы С нұсқасы болады екен. 40 метр қозғалған 2 секундта. Ең дененің көп жүретін уақыт интервалы осы. Ал енді екінші есебімізді қарастырайық. Суретте тура жаңағыдай дене жылдамдығының уақытқа тәуелділік графигі көрсетілген. Бұл жерде денеміздің жылдамдығы 0-ден 40 аралығында өзгерген екен. Қозғалысымыз 6 секундқа созылған. Ал енді бізден сұрап тұрғаны дененің соңғы 3 секундта жүрген жолы алғашқы 3 секундта жүрген жолынан қаншаға артық дейді. Яғни алғашқы 3 секунд қозғалған жолы S1 болсын, соңғы қозғалған 3 секунд ол S2 болсын. Енді бізден сұрап тұрғаны S2 S1-ден қанша метрге артық, соны табуымыз керек. Енді бұл есепте де S тең V көбейтілген T деген формуланы білсек жеткілікті. Енді есептеп көрейік. Дененің жылдамдығы 3 секунд ішінде 10-ға көтерілген. Немесе денеміздің орташа қозғалған жылдамдығы 5 метр секунд болсын. 5 метр секунд жылдамдықпен қозғалды орташа. Және 3 секунд бойы. Сонда біздің S1-іміз тең болады 5 көбейтілген уақытымыз 3 секунд тең 15 метр жүрген екен. Ал енді S2-мізді есептеп көрейік. 10 мен 40-ты қосамыз. 10 мен 40-ты қосып 2-ге бөлсек, онда 50-ді 2-ге бөлеміз, 25 болады. 25 метр секунд жылдамдық болады. Біз бағана мына жерде де 0 мен 10-ды қостық, 10 екеуін 2-ге бөлдік, содан 5 метр секунд шықты. Дәл сол сияқты 25 метр секунд
жылдамдықпен 3 секунд бойы қозғалған, сонда S2 шығады. S2 25 көбейтілген 3 ол 75 метр болады. Енді қанша есе үлкен екендігін табу үшін S2-ден алып тастаймыз S1-ді. 75 азайтылған 15 тең 60 метр. Яғни 60 метрге артық екен. Сонда дұрыс жауабы Б нұсқасы болады. Ал енді үшінші есебімізді қарастырайық. Түзу сызықты қозғалған дене координатасының уақытқа тәуелділік графигінен 3 секунд пен 4 секунд аралығындағы дене жылдамдығының X ойысіне проекциясы қандай дейді. Примерно ешкім ештеңе түсінбей қалды. Енді өзім адами тілмен түсіндіріп берейін. 3 секунд пен 4 секунд аралығында дененің жылдамдығы қанша болды деген сұрақ қой. Енді бұл есепті шығара салу үшін бізге V тең S бөлінген T деген формуланы білсек жеткілікті. Ал енді мына жердегі S дегеніміз не ол? S дегеніміз, яғни денеміз қозғалды былайнан, былайнан қозғалды деген сөз, ол мына жерде мына деңгейден мына деңгейге түсті. Ал онда ол 120 деңгейден 60 деңгейге түсті. Сонда қанша жол жүрді ол? 120-дан 60-ды аламыз, сонда жүрген жолы 60 метр. Сонда S тең бізде 60 метр болады. Ал уақыт қанша уақыт қозғалды? 3 пен 4-тің арасында 1 секунд қозғалды. 1 секунд. Яғни 60 метр 1 секунд. Сонда жылдамдығымыз 60 метр секунд болды. Енді осыны аламыз да D нұсқасын белгілеп жібере саламыз да қате жібереміз. Не үшін? Себебі егер бізде есепте мына нүктеден мына нүктеге қарай қозғалды десе, онда 60 деп белгілесек болатын еді. Бізде мына жерде мына нүктеден мына нүктеге қарай төмен қозғалып бара жатты денеміз. Яғни X ойысіне қарама-қарсы болды. Бізде мына жерде X ойысындегі проекциясы деп тұр, X ойысіне проекциясы. Яғни төмен қарап тұр, мынау жоғары қарап тұр. Сондықтан біз минус 60 метр секунд дегенді белгілейміз да, смело ұбт-да отыра береміз. Бағанадан бері фокус қойып, барлық сабақтарымызды қарап отырғандарыңыз үшін сіздерге үлкен жүрек. Және лайк басуды ұмытпаймыз. Төмен жақ, мына жақ бұрышқа қарасаңыздар, мынандай 4 бұрыш зат болады. Ол жерде подписаться деп жазылып тұрады. Соған мышкамызды апарып, сол жағын бассақ, подписка жасалады. Сөйтіп біздің каналда шыққан барлық пайдалы затты бірінші болып көріп отырасыздар. Сол жағын басасыздар. Енді осыдан кейін подписка басылмаса, келесі сабақта кездескенше